Баршаңызға сәлем. Мен қазір сіздерге бүйтіп айқасып пішілетін қалатты қалай пішу керек, соны көрсетемін. Мынандай белдікпен байлай саласыздар. Ол үшін біз мынау айқасып тұратын жерге 10 сантиметр аламыз. Міне. Сөйтіп бұны ұзына бойына сызып аламыз. Мына ұзындығын өздеріңіз қалауыңызша аласыздар. Мен 100 алып отырмын. Енді бастаймыз. Мына жер бізде 10 сантиметр қалдырасыздар, иә? Міне, осы екі аралық. Енді бізге осы екі аралықтың қажеті жоқ. Мен енді бастаймын. Мынаны былай қойып қояйын. Міне менің өлшемім. Әрқайсыңыз өз өлшемдеріңізбен саласыздар. Ол үшін міне бірінші біз мойнын саламыз. Мойны 16. 16-ны көріп тұрсыздар, иә, міне. Мен масштабный линейкамен сызамын. Міне 16-ны алып, біз белгілеп аламыз. Енді алдының ашықтығын кез келген размердегілерге 8 сантиметр саламыз. Қазір мен түп нұсқа салып отырмын. Енді былай сызып аламын. Иығымыз 13. Мінекей 13-ті салдым. Мерге келді 13, былай қарай 4, міне 4 сантиметр, мына 13 болды. Енді бізге мына жерден қалат болғандықтан кең молынан болу керек. 18 емес, біз 20 алып аламыз да. Мерге жазып қоямын, міне 20 сантиметр. Кез келгенге ала берсеңіздер болады. Бұл жерде біз көкіректің айналасын табамыз. Міне. Енді осы иықтан төмен қарай түсіре саласыздар. Міне түсіріп алдым. Осы жерден 1,5 сантиметрде алып, сіздер бұлай сызып аласыздар. Мына жері 3 сантиметр болса жетеді. Мына жер бізде 1 сантиметр болды. Міне, бері қарай жылжытқаным. Көріңіз қандай оңай. Енді бізде көкіректің айналасы 46, емшек көлеміне қосамыз 49. Енді осыны біз белгілеп аламыз. Мінекей мынау болды. Енді бізге дпсы керек. Міне мойыннан өлшейміз 43. Міне 43-ті алып аламыз да. Сызып алам. Бізде дпсы деп қояйын. Тек бізді алды 43 сантиметр болды. Мен мынаны 43 сантиметрге алдым. Мына жерге жазбаппын. Олғыға емшек көлемін қосып сантиметр көлеммен бөлдім. Мына жерге отыны салып, отыны 2-ке бөле саламыз. Біздің отымыз 39, оны 2-ке бөлеміз. Мінекей 39, міне, осы жерге қойып, осы жерімізді бөліп саламыз. Ойман емес, қыздар, сантиметрдің көмегімен бөлесіздер. Енді 3 сантиметр выточкасын алып, бір-біріне қосамыз. Міне қосып алдық. Қарап тұрсаңыз, өте жақсы болып шықты. Енді бізге выточканы алуымыз керек. Бұл қалаттарға выточка салмасаңыздар да болады, қыздар. Өйткені бұл сырт киім, бел байланады, өте оңай. Енді бөксесін табу үшін бізге 18 сантиметр керек. Мінекей 18 сантиметрімізді алып, міне 18 сантиметрімізді алдық. Енді бұны сызып аламыз. Сыздық, мына жер сызылып кетті, ұшына сығмайды. Обы бізде 50 сантиметр бөлеміз 2-ке. Значит, 50 сантиметрімізді 2 бүктеп саламыз. Мінекей 50-ді алып, бетіп 2 бүктеді. Енді осы жерге саламыз. Енді бұлардың бәрін қосамыз. Міне, даже бейт қосуларыңызға да болады. Талияман бөксені алып, етек жағын осылай ұзын қып сыза берсеңіз де болады. Сәл трапециялау болады, прямой болса, ол нелеу болып кетеді. Енді бізге мынау жағаның көлемін аламыз. Ол үшін бізге мынаны былай сызып аламыз. Міне, мына жерден мойнына тақа қойып, мына талияның жеткен жеріне шейін аламыз. Енді бізде планка салынады. Планка салу үшін біз ар қарайда мына жерден
мына жерді сәл жұмырлап жібереміз бүйтіп, міне. Өйткені бұрыш болмау керек. Одан ешнәрсе өзгермейді. Міне тура осылай саламыз. Мына жерге белдік салатынды жабыстырасыз. Міне бір-біріне айқасатын қалатымыздың пішімі осы. Выточка салам десеңіздер, ол да болады, бірақ салудың бұл жерге қажеті жоқ. Менде выточкам 25 өте жоғары. Салмай қоюға да болады. Енді ұзындығын алып аламыз. Енді маған жерге сыймай жатыр. Экранға ұзындығын мен 100 алдым. Міне 100. Міне көрсеңіздер, айқасатын қалатымыздың пішімі осы, қыздар. Өте жеңіл. Бұл жерде соншалықты қиын ешнәрсесі жоқ. Бәрін түгел жазып көрсеттім деймін. Мына жерде біз 1 сантиметрдей запас аласыздар. Тере-тере белгілеп қойып, қазір осы жерден қырқып шығамын. Міне ұзындығын қырқып аламыз. Міне мынаяқтан плавный қылып енді боковойын кесіп аламыз запасынан. Міне алдын осылай пішіп аламыз. Мінекей қыздар, сіздерге өте оңай жеңіл жолын үйреткім келіп тұр. Сол үшін мынау біздің сызған 10 сантиметрімізді осылай бүктеп аласыздар. Бүктеп алдым. Енді осыны біз мына жерге қоямыз. Міне матамыз 2 бүктелген деп ойлаңыздар. Осы жерге қойып, қазір арқасын сызып аламыз. Арқасын сызу үшін басынан бастап, мына жерден біз 3 сантиметр, 3 емес 4 сантиметрдей 4 сантиметр аламыз. Өйткені бізде жағасында бланкі болады. Міне осыманан үсті чиектеп сызып аламыз. Көрдіңіздер ме? Сіздерге де өте жеңіл болады. Міне ұзындығы бәрі келді. Біраз мына қиыс-қиыс қылып сызылды. Мына жері белі, көкірегі, бөксесі. Сызып ала салайын. Мына жерде 18 сантиметр болды. Міне окружность бедер, окружность талии. Талийді 2-ге бөліп салғанда, міне тура осы жерден 3 сантиметр қосылады. Бізде міне жерде тағы запас болған. Ананың запасы бар еді. Енді мен әзір бұл запасын бірінші сызып алайын. Міне запасын сызып аламыз. Енді бізде көкірекке 3 сантиметр қосылған. Біз міне жерден 1,5 сантиметрді алып тастаймыз, қыздар. Өйткені бізде артында емшек жоқ. Мінекей, тек мына жерде. Бұны енді біз тек сызу қылып аламыз. Алды ішкері қарай ойық болады. Осы жерден міне осылай алып тастаймыз. Міне көргендеріңіздей өте жеңіл, оңай. Арқасын салып қойдым. Арқасына оғыға ешнәрсе қосылмайды, тек бөліп саламыз. Бізде 46 болған, 46-ны бөліп салдық. Мынау дпс бізде 40 деп алдым. Енді бізге алдына выточка самағандықтан арт жағы да 43 қып ала беруіңізге болады. Міне осылай біз қазір бұны да 40 аламыз. Мінекей, біз мына жерден тігеміз. Мына жақта артық, ол запас алғанбыз. Қазір шетінен қырқып алғанбыз.
Енді қолтық ойындысын алып аламыз бүйтіп. Мына жерде мен 1,5 сантиметр кішірейткенім. Енді көрсеңіз, қазір үстіне қойып көрсетемін сіздерге қалай тұрғанын. Міне мойнын қойдық. Мына жерде сәл тура кесілмепті. Пол сантиметр болса, 1 сантиметрге кесілмей қалған. Міне. Енді иығыманы иығы тура келеді. Қарап тұрсаңыз, мына жерде алды, ұзындауы 1,5 сантиметр алдында емшектің көлемін алғанбыз. Арт жағы оған қарағанда 1,5 сантиметр кіші болады. Ал қалғаны тура осылай тігіп шығасыздар. Енді жеңін аламыз. Мінекей енді жеңін аламыз. Жеңін мынандай екі бүктеп, жоғары жақтан біз 14 сантиметр алып аламыз да, бұны белгілеп сызып аламыз. 14 сантиметр алдым. Ұзындығы бізде 58 сантиметр 60 деп аламыз. Қайтаруына манжетті бөлек салсаңыздар, онда кесіп тастайсыздар. Мінекей біз осылай сызып алып. Енді мына жер 14 сантиметр. Бұлай қарай ширина рукавасы 17 еді. Біздікі енді 19 сантиметр болды. Енді біз бұны бұлай қосамыз. Қалатқа да, көйлекке де, кез келген размерлерге осылай саласыздар. Ортасын аламыз. Мына жерден 2 сантиметр, мына жерден 1 сантиметр. Оны бұлай параллельно қосып жұмырлаймыз. Мынаны жоғары қойып, 1 сантиметр жеткіздірмей, ортаға қосамыз, ортадан мынаған қосамыз. Мінекей біздің жеңіміз болды. Жеңнің аузын сәл кішірейтем десеңіз, өздеріңіздің қалауыңызша осылай сызып аласыздар. Мына жерден енді мен 1 сантиметр запас алуымыз керек. Осы жерден біз қырқып шығамыз. Міне бар болғаны осы. Одан кейін мына жерден мен әзір басқа түспенен сызып көрсетейін. Міне тура осы тұстан және 1 сантиметр алып, бұяқа қосамыз. Мынаны осы екеуінің жоғары жағынан алып, міне жайлап осылай қосып сызып аламыз. Бұл алды жасылы. Қазір енді қырқуын көрсетемін. Біз бірінші мына қара сызықпанан қырқамыз. Міне қырқып алдық. Енді мына запасын қырқып тастаймыз. Артығын. Міне бұны да қырқып алдық. Енді біз мына алдын қырқып тастаймыз. Бірақ бетін аламыз. Міне көрдіңіздер осылай. Мінекей кесіп алдық. Осы алдын белгілеп аласыздар. Оған менің мынандай насешкі қоямын. Төбесіне де мына төбеге тігу үшін мінекей ауыстырмай үстіп қойып аламыз. Міне көрсеңіз, жеңі де дайын болды. Міне жеңін қойып көреміз. Мына жерде бізде жеңде 2 сантиметрдей артық болады. Ол бізге сборкаға кетеді. Мінекей сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тура осылай пішулеріңізге болады. Жақсылап түсінбесеңіздер қайта-қайта қарасаңыздар, өте түсінікті қылып мен түсірдім сіздерге. Ал планканы оны ұзын қылып лента қылып аласыздар да, тура шапанға тіккендей айландырып арт жағынан қосып аласыздар. Мінекей жеңі, алды, арқасы бәрі тура осылай пішіледі. Ал мына жағасына манжетті 8 сантиметр қылып ұзын ленточка аласыздар. Мына етегінен айландырып, мына несіне жеткенше. Мінекей тура осылай пішсеңіздер, мұқият қарап көріңіздер. Лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Сіздердің комментария жазып, не үйренгілеріңіз келеді, соларды жазсаңыздар, мен соған қарап түсірілім жүргізе беремін.